Саламатсыз ба студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тіліктер. Сабақтың мақсаты тілік түрлері және орындалу жолдары. Сабағымыздың жоспарына келетін болсақ, тіліктер туралы жалпы түсінік, тіліктердің түрлері, қарапайым тіліктер, күрделі тіліктер туралы қарастырамыз. Сабақтың жоспары бойынша тіліктер туралы жалпы түсінікке келетін болсақ, тілік нәрсенің бір немесе бірнеше жазықтықпен қиғанда алынатын кескін. Мұнда нәрсенің қиюшы жазықтық пен бақылаушы арасындағы бөлігі ойша алынып тасталынады. Тілікте қиюшы жазықтықтағы жазық пішін, яғни қима және жазықтықтың артындағы элементтер кескінделеді. Алдарыңызда көрсетіліп тұрған суретте бірінші суретімізде тетік, екінші тетіктің көріністері, алдынан қалаған көрінісі және үстіңгі көрінісі көрсетіліп тұр. Үшінші жазықтықпен қию үрдісі көрсетіп тұр үшінші суретімізде. Төртінші суретімізде тетіктің тілікте қолданылған сызбасы, горизонтал тілік үстіңгі көрінісі көрсетіліп тұр. Енді тіліктің түрлеріне келетін болсақ, қиюшы жазықтықтардың санына байланысты тіліктер екіге бөлінеді. Олар қарапайым және күрделі болып. Күрделі тілікте сабағымыздың барысында тоқталамыз. Қазір қарапайым тілікке тоқталатын болсақ, қиюшы жазықтықтардың проекциялар жазықтығына қатысты орналасуына байланысты қарапайым тіліктер төмендегідей түрлерге бөлінеді. Олар горизонтал тіліктер, вертикал тіліктер, фронтал тілік, профиль тілік, көлбеу тілік болып бөлінеді екен. Осы тіліктің түрлеріне жеке-жеке тоқталамыз. Қарапайым тіліктер. Ол қарапайым тілік бір ғана қиюшы жазықтықтан тұрады. Енді фронтал тілікке келетін болсақ, фронтал тілік бұл фронтал проекциялар жазықтығына параллель жазықтықпен қиғанда алынатын тілік. Фронтал тілік алдыңғы көрінісінің орнында орындалуы мүмкін. Егер қиюшы жазықтық симметрия жазықтығымен беттесе, тіліктер белгіленбейді. Алдарыңызда фронтал тіліктің сызбасы көрсетіліп тұр. Келесі горизонтал тілікке келетін болсақ, горизонтал тілік бұл горизонтал проекциялар жазықтығына параллель жазықтықпен қиғанда анықталатын тілік. Егер қиюшы жазықтық симметрия жазықтығымен беттеспейтін болса, тілік келесідей белгіленеді. Жазықтық өтетін орны симметрия орналасқан үзік сызықтармен белгіленеді. Әрбір нұсқада бақылау бағыты симметриялы түрде әріптік бас белгілермен белгіленеді. Алдарыңызда графикалық жұмыста көрсетіліп тұр. Анықталған тілік сол әріптермен А сызықша А түрінде жоғарыда немесе ортасында белгіленеді екен. Келесі, алдарыңызда көрсетіліп тұрған профиль сызықтың графикалық жұмысы. Бұл профиль сызық дегеніміз, бұл профиль проекциялар жазықтығына параллель жазықтықпен қиғанда анықталатын тілік. Көлбеу тілік. Көлбеу тілік дегеніміз проекциялар жазықтығына параллель жазықтықпен қиғанда анықталады. Алдарыңызда көрсетіліп тұрған графикалық жұмыста қолайлы болу үшін жаңағы сызбада көлбеу тілікті бұрып орналастыруға болады. Мұндай жағдайда бұрмалы белгілер қолданылады. Келесі жергілікті тілік. Жергілікті тілікке келетін болсақ, алдымызда детальдің жергілікті тілікте орындалуы көрсетіліп тұр. Бұнда дұрыс және дұрыс емес орындалған түрі көрсетіліп тұр. Жалпы жергілікті тілік дегеніміз нәрсенің тек шектелген жағының бөлігіндегі құрылысын көрсету үшін қолданылады. Оның көріністе жіңішке ирек сызықпен шектеп бейнеленеді. Ирек сызық басқа сызықтармен беттеспеуі қажет. Студенттер, енді біздер күрделі тілікке келеміз. Жаңа тіліктер екіге бөлінеді деп атап кеттік, қарапайым және күрделі деп. Қарапайым тіліктер туралы айттық, қарапайым тіліктің түрлері туралы түсінік бердік. Енді күрделі тілікке келетін болсақ, күрделі тілік дегеніміз екі немесе одан да көп жазықтықтардан көмегімен алынған тіліктер күрделі тіліктер деп айтылады. Қиюшы жазықтықтардың өзара орналасуына байланысты күрделі тіліктер екіге бөлінеді. Алдарыңызда схемада көрсетіліп тұр. Сатылы және сынық тілік. Күрделі нәрселерді бейнелеген кезде қарапайым тілік, сатылы тілік және сынық тілік аралас қолданылуы мүмкін. Енді сатылы тілікке келетін болсақ, алдарыңызда сатылы тіліктің деталі көрсетіліп тұр. Сатылы тілік екі немесе одан да көп өзара параллель жазықтықтардың көмегімен орналасады. Қарапайым тіліктер сияқты олар да фронтал, горизонтал және профиль жағдайда болуы мүмкін.
Тіліктердің орындалу реттілігі сызбада көрсетілуі қажет элементтер анықталады, қиюшы жазықтықтар ойша жүргізіледі және осы жазықтықтар мен бақылаушы арасындағы бөліктер алынып тасталынады. Анықталған қима тетіктің материалына байланысты сызықталады. Сызықтау кезінде жазықтықтардың ауысу сызықтарына көрсетілмейді. Жазықтықтардың өту орны үзік сызықтармен белгіленеді. Алдарыңызда графикалық жұмыста көрсетіліп тұр. Және бақылау бағыты тағайындалады. Жазықтықтардың ауысу орны ойша тік бұрышты сынық сызықтармен белгіленеді. Бақылау бағыты және орындалған тілік әріптік белгілермен тіліктерде әрдайым А сызықша А түрінде белгіленіп отырады. Қию кезінде анықталған кескін көріністері немесе бос орында орындалады. Келесі сынық тілікке келетін болсақ, алдымызда сынық тіліктің деталі көрсетіліп тұр. Сынық тілік дегеніміз бұл нәрсені өзара қиылысушы жазықтықтармен қиғанда анықталатын тілік. Мұнда нәрсені жазықтықтардың бір негізгісі проекциялар жазықтығына параллель болатындай етіп орналастырады. Сынық тілікті орындау кезінде жазықтықтардың екінші қиылысу сызығында айналдырылып, негізгі жазықтықтың деңгейін беттестіріледі және ондағы кескін сәйкес көрініске проекцияланады. Тетіктің проекциялар жазықтығына қатысты орындалуын дұрыс таңдап алуымыз маңызды. Енді сынық тіліктің орындалу реттілігіне келетін болсақ, алдымызда жаңағы детальдің сызбасы орындалып тұр. Осының реттілігі бойынша орындаймыз. Орындалу реттілігіне келетін болсақ, бірінші сызбада көрсетілу қажет элементтер және қиюшы жазықтықтардың орналасуы анықталады. Екінші, тетіктердің негізгі жазықтықпен қию қажетті болған бөлігі таңдалып, оның проекциялар жазықтығына қатысты орналасуы анықталады. Үшінші, қиюшы жазықтықтар ойша жүргізіледі және нәрсенің жазықтықтар мен басқалаушы арасындағы бөлігі алынып тасталады. Төртінші, проекциялар жазықтығына параллель қиюшы жазықтықтағы пішін тіліктер орындалған жазықтыққа сәйкес көрініске проекцияланады екен. Студенттер жалпы сіздерге тілік туралы, тіліктің түрлері туралы жалпы түсінік беріп кеттік. Енді осы тілікке графикалық жұмыс орындаймыз, яғни практикалық жұмыс орындаймыз ары қарай.